2012 жылы қабылданып, былтыр жүзеге аса бастаған қолжетімді баспана 2020 бағдарламасына кезекті өзгеріс енгізілді. Бұл туралы өңірлік даму министрлігі хабарлады. Құжатты жүзеге асыратын 9 оператор болса, солардың кейбірі тұрғын үй тұрғызудың шаршы метріне бағаны өзгертті. Қазақстан ипотекалық компаниясы мен тұрғын үй құрылыс жинақ банк секілді қаржы институттар салатын шаршы метрлер бағасы кейбір қалалар үшін 10 мың теңгеге өсті. Министрлік өкілінің айтуынша, құрылыс саласына былтырдан бастап жаңа талап қойылған. Мәселен, тұрғын үйлерді энергия үнемдейтін, жылуды жақсы сақтайтын материалдардан салу қажет. Бұл өз кезегінде шығын көлемін арттырады. Бірақ болашақта коммуналдық төлемдердің азаюына сеп болады. Дулат Абибулаев кеңірек. Қаулымен бекіген басты өзгеріс бағдарламаның қай бағыты болмасын бір тетік бойынша жүзеге асады. Бұрын 9 оператор түрлі тетікпен тарататын еді. Ендігіде барлық баспана бірінші кезекте әкімдік тізіміндегілерге беріледі. Жұрттың қалтасы көтермей, артылған пәтерлер ғана операторлар бекіткен тәртіппен үлестіріледі. Сондай-ақ бағдарламаға қатысу үшін бұрын тек сол қалада баспанаңыз болмау керек болса, ендігіде басқаша. Қаулыдағы басты өзгерістердің бірі ол енді жаңағы азаматтың өзінде, немесе жолдасында, жұбайында жеке меншікті үй болмау керек, республика бойынша. Біз оны басында неге есептелмеген, ол басында біз ойлаған жоқпыз. Бұл қазір енді мына халықтың түгел несі, осы неде болса Астанадан үй алайық, ана жақта да үйіміз болса деген оймен келіп жатқан азаматтар көбейіп кетті. Яғни енді ауылда болсын, басқа қалада болсын, соңғы 5 жылда баспанаңыз болған болса, бағдарламаға қатыса алмайсыз. Тек қаржы институттарының құралына жүгінесіз. Аталған қаулымен самұрық қазына жылжымайтын мүлік қорының тұрғын үй тарату тәртібі де бекіді. Әкімдік тізімдегілерден артылған пәтерлер қордың ресми сайты арқылы таратылады. Шаршы метр бағасы Алматы, Астана, Ақтөбе, Ақтау қалалары үшін 180 мың теңге, басқа қалалар үшін 145 мың теңге. Құрылыс бітердің алдында біздер интернетке сол сатылатын пәтерлер туралы мәліметтер саламыз. Біздің хабарлама бойынша өздерінің өтініштерін электрондық түрде бізге береді. Одан кейін сол электрондық түрде тізім өзі құралады. Сол тізім бойынша жұрттар өздерінің керекті құжаттарын біздерге келіп тапсырып, содан ары қарай оның өзінің пәтер алуға өзінің мүмкіншілігі алады. Бұл бағдарламаның бірінші өзгеруі емес, соңғысы да болмауы мүмкін. Өйткені құжат уақыт өте келе жетілдіріліп отырады. Айта кетерлігі, бұл жолға өзгерту өткен үкіметтің соңғы қаулысы болатын. Дулат Абибулаев, Есенбек Акымбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.